Біз қалай кедергі келтіреміз? Энергетик ішеді адамдар, неше түрлі шылым шегеді, неше түрлі нәрселерді, білмеймін, керек емес нәрселерді қолданады. Бұл ішкі ресурсқа сырттан келген кедергі. Сырттан қандай пайда алып келе аламыз? Витамин, БАДы деген нәрселермен біз поддержка жасай аламыз. Мен Жапонияда, Кореяда және Америкада бұл нәрсені қатты байқадым. Мысалы, Америкада кәдімгі дүкендерде де БАДы сатыла береді. Дүкенде, заправкада БАДы сатыла береді. Көресіз, өзіңіз таңдап аласыз, витамин сатыла береді. Бұл бір күнделікті қолданатын нәрсе болған. Кореяда БАДы қатты дамыған, білесіздер, адамдардың денсаулықтары күшті. Жапонияда БАДы дамыған, Жапонияда өте сапалы БАДылар және өте көп. Сосын мен сұрадым сол жақтағы бір кісіден, неге деген, олар айтты, біз ауырмай тұрып, аурудың алдын алуға тырысамыз деді. Біз ішкі ресурсымызды, бағанағы төртінші, алдын ала толықтырамыз деді. Сондықтан соған қарап мен БАДы шығардым, мен өзімнің Asana Energy, Asana Moon, Asana Sun деген БАДыларым шығардым. Ұйқының терең ұйқы фазасын көбейтсе екен, яғни сапасын арттыратын бір БАДы шығарайық дедім. Құрамын өзім осылай бола ма деп барып технологтармен ақылдасып болатын болғаннан кейін сондай БАДы шығардым. Таңертең тұрғаннан кейін ұйқысы келіп тұрған адамға бір энергия бере алатындай бір құрамда витаминдер БАДы бар ма дедім. Ойластырып тағы да бір құрам шығардық, таңертең ішетін. Және үшіншісі, ұйықтай алмайтындарға арналған бір БАДы жасай аламыз ба дедім. Бұл мелатонин. Ұйықтай алмайтындарға арнап, мысалы біреулер айтады, мен жатамын, ұйықтай алмаймын бәрібір дейді. Жарты сағат аунап жатам, бір сағат аунап жатам, сосын сотка кіріп кетем дейтін кісілерге біз мелатонинді құрамын жасап шықтық. Ол адам 5 минуттан кейін, 10 минуттан кейін ұйықтап қалады.